Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Армангүл Тоқтар. Іс тетігін шешет. Қазэнерджи қауымдастығы мұнай-газ саласының отандық мамандарын даярлауға мықтап кіріспек. Тіпті ұйым жанынан арнайы ғылыми-техникалық кеңес құрылуы да мүмкін. Бұл туралы бүгін қауымдастық кеңесінің Елордада өткен 12-ші отырысында мәлім болды. Қазақстан кеніштерін игеріп жатқан ірі компаниялар пайдасының белгілі бір бөлігін кадр даярлауға жұмсауы тиіс. Бұл заманмен ақпанда күшіне енген заң талабы. Салық пен жер қойнауын игеру туралы заңдарға енгізілген толықтырулар мұнай компанияларын білім беру мен ғылыми техникалық мақсаттарға қаражат қарастыруын міндеттейді. Жұмысшыларды әзірлейтін центрлері, сондай орталықтар бар. Бірақ ол орталықтардың бүгінгі техниканың, технологияның жұмыс ұйымдастыру, сол салаларға сай жоғары деңгейді әзірлеу жөнінде сол жағы кішкене ақсап келеді. Осындай олқылықтардың орнын толтыру үшін қауымдастық жанынан жаңадан ғылыми техникалық кеңес құру туралы ұсыныс тасталды. Жаңаөзендегі жағдайдан соң құрылған арнайы қоғамдық қор бар. Онда түскен қаражат бірінші кезекте маман даярлау, сосын төтенше жағдайлардың алдын алуға, Маңғыстау облысы тұрғындарын мұнайшыдан басқа мамандықтарға баулуға жұмсалмақ. Повышение квалификации, обучение наших кадров. Жасалған келісім шарттарда біздің мамандарды дайындап, біліктілігін арттыруға жұмсалуы тиісті қаражатты қарастыру туралы да тармақ бар. Жалпы біз отандық кадрларды оқыту мен шеберліктерін шыңдау жөнінде тіпті арнайы меморандум жасап бекітуді ұсынамыз. Себебі бізге тек қарапайым мұнайшы маман ғана емес, білікті басқарушылар буынында әзірлеу маңызды. Қазақстанда жұмыс істеп жатқан шетелдік алпауыт компания өкілдері де жергілікті мамандардың шеберлігін шыңдау бағытында қолға алынған істер жайын баяндады. Мәселен, Total E&P Қазақстан компаниясының басшылары дәнекерлеушілерді дайындау жайын кеңінен тарқатты. Жанболат Серікбай, Алма Жылыбаев, Астана телеарнасы.